Аспан жеті арнасы 21 желтоқсан бейсенбі күніне арналған әлемдегі табиғат апаттары мен оқыс оқиғалар топтамасын ұсынады. Жапонияның басым бөлігінде қалың қар жауып, күн суытып, қыс қаһарын көрсетуде. 100-ден астам адам бораннан зардап шегіп, жедел жәрдем көмегіне жүгінген. Қатты бораннан 100-ге жуық тұрғын үй жарықсыз қалды. Қалалар арасындағы автомагистральда өлі тыныштық, себебі жолдар түгелдей дерлік жабылған. Соның салдарынан кей аумақтарда ұзындығы 4 километрге дейін жететін көлік тығыны пайда болды. Жапондықтарды әбден әуреге салған қардың қалыңдығы шамамен 30 сантиметр. Америка құрама штаттарының Нью-Гэмпшир штатында нөсер жауыннан соң су тасқыны болып, тұрғын үйлер мен аулаларды су басып қалған. Нью-Гэмпшир штатының Джексон елді мекені соңғы 24 сағатта жауған 120 мм жауын-шашыннан ең көп зардап шекті. Аумақта төтенше жағдай жарияланды, құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында жолдар мен көпірлер қирады. Себеп нөсер жауыннан кейінгі су тасқыны. Қала маңындағы су қоймасы нөсер суын сақтай алмай, шамадан тыс су жіберген. Онсыз да жауын суына қарық болып жатқан қаланы су қоймасынан келген су шайып өткен. Екі муниципалитетте аз ғана сағатта 50 мм-ден асатын жауын жауған. Азаматтық қорғаныс қызметі құтқару ісін бастап жіберді, ал мемлекеттік гвардия апат болған аумақты қоршауға алды. Сауд Арабиясының Мекке қаласында аса қуатты шторм болып, арты нөсер жауынға ұласты. Мұсылмандар үшін қасиетті саналатын Қағбаға еш зияны келмеген, алайда үлкен мешіт аз уақыт жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл табиғаттың тосын мінезі мыңдаған адамға, яғни қала тұрғындарымен қоса қалаға құлшылыққа келген адамдарға да кері әсер етті. Метеоролог мамандар бұл апатқа 100 жылда бір рет болатын шторм деген баға берді. Чилидің таулы орманы өртке оранды. Өртті сөндіру жұмыстары жер қатпарының қолайсыздығына байланысты өте баяу жүріп жатыр. Ел билігі қауіптіліктің ең жоғарғы қызыл деңгейін жариялаған. Ел астанасынан адамдар таулы орманнан шыққан қою түтінге құр қарап тұрудан басқа амалдары жоқ. Орман өрттері жалпы планетадағы климатқа кері әсер ететін ең негізгі факторлардың бірі болып саналады. Кеше Қытайда дүмпу ошағы 10 км тереңдікте 6,2 балдық жер сілкінісі болды деп едік. Бүгінгі келіп жеткен ақпарат бойынша апат салдарынан қаза тапқандардың саны 136 адамға жетті. Тағы 12 адам із-түзсіз жоғалғандардың санатында. Жергілікті билік зардап шеккендерге уақытша үй салу жұмыстарын бастап жіберді. Жер сілкінісінен соң баспанасыз қалған 90 мың адам шатырларда түнеуге мәжбүр. Бұл өңірдегі қазіргі түнгі температура -10 градустың шамасында. Исландия аспаны отқа оранды. Бірнеше шығарылым бойы Исландияда жанартау атқылап жатқанын көрсетудеміз. Жарықшақтың ұзындығы 4 километрден асты, ал сол жарықшақтан секундына 200 метр куб магма 100 метр биіктікке дейін атқылап жатыр. Жақын маңдағы Гриндавик қаласынан 4000 адам эвакуацияланған. Бұл қала ел астанасынан бар болғаны 40 километр қашықтықта орналасқан. Жанартаудың қауіпті екеніне қарамастан, әлемнің түкпір-түкпірінен осы ғажап көріністі көруге туристер ағылып келуде. Аумақ түгелдей дерлік әскерилердің қоршауында. Курил аралдарының бірінде Эбеко жанартауы атқылап, биіктігі 3 километрге дейін жететін күл атты. Бір тәулік ішінде 2 рет бұлқынған бұл Эбеко жанартауының бірінші атылғанда 1,5 километр биіктікке күл шашқан болатын. Авиация қызметі аумақты сары деңгейдегі қауіпті аймақ деп жариялады. Аспан жеті арнасының күнделікті әлемдік жаңалықтар топтамасын жіберіп алмаңыз. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліңіз. 7 қат аспан астындағы айтулы оқиғалар Аспан жеті арнасында.